терапияда саған ұнамайтын факт. Номер 3 бөлім. Ол біріншісі, травманы емдеу ол балалық шаққа барып келіп, просто жылаумен тең емес. Дәл солай сен психологмен немесе өзің просто елестетіп балалық шағыңа барып келген болуы мүмкін, жылы сөздер айтқан болуы мүмкін, бірақ ол даже сен сол моментте травмаға түскен болсаң да, ол травманы емделуге, аяқталуына, сол травматичный процесстен шығуыңа жатпайды. Неліктен? Өйткені травманың емделуі жалпы сен ол дегенің сен новый жаңа сценариймен уже әрекеттер жасап жатырсың деген сөз. Яғни сен психологыңмен, психотерапевтіңмен травмаңды ашқан кезде сенің ішінде бір саған өте ұнамайтын сезім пайда болады. Ол пустота. Неге пустота? Өйткені сенде ескі паттерндер, ескі сценарий, ескі қалай реакция таныту керек, солардың бүкіл нәрселердің бәрі нейрондық жүйеде сынады, бұзылады. И сен түсінесің, на самом деле мен мына кезде бұлай айтқым келген жоқ екен, осындай болған екен, маған негізі жылулық керек екен, жақындық керек болған екен, шынайылық керек болған екен деген секілді. Бірақ ол ескі нәрсенің барлығы выживаниеде сынды, құлады. Но новый нәрсе қалыптасқанға дейін сенің структураңда, психикаңда ішкі пустота пайда болады. Ол өте ұнамайтын сезім көп адамға. Көп адам өзін осы дәл моментте терапиядан шығып кетеді, өзінің исследованиясын тоқтатады. Неге? Өйткені олар ойлайды, ажырата алмайды да мына нәрсені. Менде қайтадан осы баяғы чувство, саз батпаққа батқан секілді сезім пайда болды. Ол нәрселердің, значит, бәрі дұрыс емес. Мен опять кетіп жатырмын, минусқа кетіп жатырмын, энергияң кетіп жатыр деген сияқты. Жоқ, олай емес. Разница в том, что бұл жердегі бұл кеңістік сіздің өзіңіздің жаңа әрекеттеріңізді исследованиеге, яғни зерттеуге арналған нәрсе. Неліктен? Мәселен, бұрындары сіздің әрекеттеріңіз ол, допустим, сіздің папаңыз нарцисс, тиран адам болды, мамаңыз биполярка, там болмаса пограничный болды, да? И сол отбасының ішінде какой-то степени сіз выживать етуіңіз үшін, өмір сүруіңіз үшін, олардың одобрениясын алуыңыз үшін сіз әртүрлі паттернді үйрендіңіз. Қазір сізде терапияда уже олардың сізге керек емес екенін, өмірінде сіздің мешать етіп жатқан, ол өзіңізге зиян келтіріп жатқанын, зорлық болып жатқанын психикаңызға сіз байқадыңыз. Сол нәрсені уже алып тастаған кезде сіздің миыңыз түсінбейді да. Сонда біздің папамыз жаңағыдай нарцисс, тиран, мамамыз пограничный деп емес, қалай сонда біз өмір сүргіміз келетін еді деген жаңа новый этаппен сізде зерттеу басталады. И бұл самый интересный момент. Келесі бөлімде аяқталу процесін айтамын, жазылып ал.